Армысыздар оқырмандар. Лев Николаевич Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының өлкетану әдебиеттер бөлімінде кітап және қаламгер көрмесінде жаңа авторлар мен олардың үздік туындылары ұсынылып отыр. Атап айтар болсақ, Бейімбет Майлин, Сырбай Мәуленов, Ғафу Қайырбеков, Төлен Әбдікұлы, Ғұмар Ахметшин, Ақылбек Шаяхмет, Нағашыбай Мұқатов, Қайсар Әлім, Данияр Әбішев және басқа да қаламгерлердің шығармалары қойылған. Бүгін мен Төлен Әбдікұлы шығармаларына тоқталғым келіп отыр. Менің өзімнің принципім, жалпы адамға екі түрлі жақсылық бар. Бірінші жақсылық Құдайдан, екіншісін адамның өзі жасайды. Мен адамның өзі жасаған жақсылығының мол болғанын қалаймын. Сонда адам шын мәнінде қоғамдағы барлық кеселдерге қарсы күрес алатын тұлғаға айналады. Белгілі қаламгер Төлен Әбдіков 1942 жылдың 4 қыркүйегінде Қостанай облысы Жангелдин ауданы Еңбек ауылында туған. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Төлен Әбдіковтің шығармалары 1964 жылдан жариялана бастады. Бірінші көкжиек жинағы 1969 жылы. Одан кейін күзгі жапырақ 1971 жылы жарық көрді. 1974 жылы Ақиқат атты повестер мен әңгімелер жинағы дүниеге келді. 1979 жылы айтылмаған ақиқат әңгіме повестер жинақтары 1980-1981 жылдары орыс тілінде истина әңгімелері мен повестері деген атпен жарық көрген. 1985 жылы Өлара, біз үшеу едік пьесасы республикалық театр сахналарында қойылды. Грек аңыздары Эллада ерлерін қазақ тіліне аударған, бірнеше шығармалары шетел тілдеріне аударылған. 1987 жылы Ақшоқыда қыс қатты және 2002 жылы Парасат майданы жазылған. Парасат майданы повесі тосындылығымен ерекшеленіп, бұл туынды Пен клубтың сыйлығын иеленіп, халықаралық Франц Кафка атындағы орденімен марапатталды. Халықаралық Франц Кафка атындағы Қазақстандағы Пен клуб сыйлығының лауреаты, Еуропалық алтын медальдің Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері. Олай болса, Төлен Әбдіков шығармалары жайында оқырмандар ойына кезек берейік. Жалпы Төлен Әбдіковтің «Он қол» деген шығармасы бар. Ол шығармада Италияның дәрігері күнделігінен алынған шығарма, яғни Италияның дәрігерінің күнделігінде осы бір бойжеткеннің сол қолы өз-өзіне қауіп төндіреді. Ал Төлен Әбдіковтің «Он қол» шығармашылығында Алма деген бойжеткен қыздың оң қолы Алманың ажалына алып келеді. Жалпы шығарманың идеясы ол адамның оң қолы, оның оң қолындағы жақсылықта, жамандықта сол оң қолдан жасалады деген негізгі идеяға алып келіп тоқталған. Ол шығарманың сюжеті бойынша Алманың ең алғашқы дәрігердің күнделігі бойынша жазылады. Алма ауруханаға түсіп, сол ауруханада кезекші жігіттің қолында емделеді. Жалпы ол қыздың өмірге деген көзқарасы, өлімнен қорқуы және де өзінің ең басты өзінің оң қолынан қорқуы, яғни оң қолына ие бола алмауы, бұл үлкен адам үшін үлкен қасірет. Сондықтан ол Алма жалпы өмірін, сол ең соңғы өмірін, ең бақытты сәттерін, ең жалғыз сәттерін осы ауруханада өткізеді және де сол кезекші жігіттің қасында өткізеді. Ең соңында Алманың оқиғасы бойынша ол оң қолынан зардап шегіп, сол оң қолы оны ақыретке алып келеді. Төлен Әбдік қазақ әдебиетіне жаңаша бір тың серпін берген жазушылардың бірі. Өзінің көптеген әңгімелерімен қазақ әдебиетінің оқырмандарының жүрегін жаулаған жазушы. Оның Әке, Парасат майданы, Тозақ оты жымыңдайды, Қонақтар, Он қол атты шығармашылығынан қазақ әдебиетіне бір жаңаша серпін келгендігі сезіледі. Мысалға, Қонақтар әңгімесін алатын болсақ, сол кездегі қазақылықтың жоғалып бара жатқан қаладағы қазақ балаларының ауылдағы әке-шешесіне деген көзқарасы, қаладағы орыс менталитетіне, батыстық менталитетке деген жаңаша бір көзқарас осы Қонақтар әңгімесі арқылы көрінеді. Ал Тозақ оты жымыңдайды атты шығармасында шағын бір америкалық ұлттың жойылып кетуін қазақ халқының тағдырымен байланыстыра сипаттайды. Ол өзінің бір сұхбатында неге Тозақ оты жымыңдайдына қазақша бір есім бермедік кейіпкерге дегенде, мен бұл шығарманың идеясын қазақ жерінің топырағына ситіре алмадым. Сондықтан америкалық
америкалықтардың танымы ретінде көрсеттім деген екен. Жалпы Төлен Әбдік қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы ретінде тани аламыз.